Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін біз таңғы асқа өте тез дайын болатын әрі дәмді ерекше панкейкті жасаймыз. Бізге ең алдымен қажетті заттар: сүт, ұн, шекер және де жұмыртқа. Жұмыртқаның ең алғаш жұмыртқаның сарысы мен ағын бөлек-бөлек аламыз. Бірінші жұмыртқаның сарысына шекерімізді қосып араластырып аламыз. Үстіне сүтімізді құямыз, тағы да кішкене араластырып, ұнымызды саламыз. Жарты қасық разрахите салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал жұмыртқаның ақуызын, тек өзін жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей жұмыртқаның ағы миксерленген, көргендеріңізде ыдысты аударған кезде түспейді. Осындай болу керек. Енді жұмыртқаның ақуызымен бірінші қамырымызды жақсылап тағы да дұрыстап араластырамыз. Және де печкамызға сковородкамызды қойып, табаншаға бір қасықтан құйып, екі бетін пісіріп аламыз панкейкіміздің. Бұл панкейк ерекше дәмді болып шығады. Рецепті басқаша себебі. Достар, біздің панкейкіміз дайын. Таңғы асқа өте керемет, тез дайын болады. Сіздерге ас болсын.